біз осы күнге дейін жалпы қазақ тілі өзге емес, өзімізге керек екенін түсінбей келеміз. Қазақ тілі деген халықтың жаны. Бұдан артық айта алмайсың. Сүйемін туған тілді, анам тілін, бесікте жатқанымда алған білім. Сол тілде шешем мені әлдилеген, еркел етіп қолыным, жаным деген. Мінекей, сондықтан ең алдымен қазақпен қазақша сөйлесу керек. Міне мәселе осында. Біз бір-бірімізбен қазақша сөйлесек, біз өз тілімізді өзіміз құрметтесек, біз оған шын мәнінде жанашырлық білдірсек қана тілдің болашағы болады. Тіл бар жерде қазақ бар, тіл жоқ жерде қазақ жоқ. Бітті, басқа формула жоқ бұл мәселеде.